Кез келген елде мемлекет басшысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бірінші кезекті мәселе. Сондықтан ол арнайы жасақ жауынгерлеріне тапсырылады. Бүгін мен қорғалуға тиісті лауазымды тұлғаның орнында болып, елбасын қорғайтын оқ қағарлардың қызметімен таныспақпын. Бұл жасақ жауынгерлерінің атауы, қызметі, ұрыстық дайындығы мен қолданатын қару-жарағы қатаң түрде құпия сақталады. Десе де жас ұрпақты өнегеліске ынталандыру, жетелеу сынды ұлы мақсаттарды жүзеге асыруды көздейтін көреген қолбасшылар қатаң қағиданы бір ретке жеңілдетті. Сол себепті біз сіздерді аса құпия және ең қуатты күштік құрылымның қызметімен таныстыруға мүмкіндік алып отырмыз. Кез келген атыс қаруынан 100% дәлдікке ату бұл жауынгерлердің кәсіби дағдысы. Олар мемлекеттік күзет қызметінің құрамындағы қалқан арнайы мақсаттағы бөлімшесінде қызмет етеді. Бөлімшенің негізгі міндеті Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген құзырет шегінде күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.